Мен намаз оқимын және Құранда оқып жүрмін, бірақ та иманымды бір қалыпты ұстай алмаймын. Кейде бұл еріксіз болып кетеді. Өзім хижабтамын, ата-анам да намаз оқиды. Діннің барлық шарттарын орындауға тырысамын, бірақ бұның барлығын жеткіліксіз көрінеді. Жан жағымдағы адамдар мені толыққанды деп ойлаған, мен өзіме өзім көңілім толмайды. Сыртқа орамалмен шықсам да кәдімгідей ашықтау киінген секілді боламын. Аллахпен қалай байланыста бір қолынан байланысты бір қалыпты ұстауға болады, немесе пайғамбарымыздың кезіндегі қыздар сияқты болуға қалай болады? Істеп жатқан амалдардың барлығы да әлі жеткіліксіз, немесе осы сияқты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мұсылман адам үміт пенен үрейдің арасында болады деген бауырлар. Ол сезіміңіз өте орынды сезім, және ол сезімнен ешқашан айырылмаңыз. Мұсылман адам ешқашан өзінің жасаған амалына сүйенуге ақысы жоқ. Мен сауап амал жасадым, енді жәннатқа анық кірем деп. Бірақ күмәндануға да ақысы жоқ екен, кірмей қалам деп. Мен сауап амал жасадым, Алла менен қабыл етсін, бірақ бұл сауап амалым жеткіліксіз деу керек. Яғни үмітте болу керек, бірақ үрейде болу керек. Осы екеуінің арасында жүру қалыпты жағдай. Яғни сіз тұрақсыздықта тұрақты болуыңыз керек.